Қайырлы күн, құрметті ұстаздар мен оқушылар, және бүгінгі сайысқа қатысушылар. Сіздерді ұлық мереке Қазақстан тәуелсіздігінің 34 жылдығымен шын жүректен құттықтаймыз. Ынтымақты ұран, татулықты той еткен бейбіт халқымыз осы уақыт аралығында толағай табыстарға жетті. Мемлекетіміздің қарқынды дамуы тұрақты саясат пен ішкі бірліктің арқасы. Рухы биік, намысы берік бабаларымыздың ғасырлар бойғы асыл мұраты, азаттықты аялау, тағдыры ортақ, тұтас халқымыздың татулығын сақтау біздің басты мұратымыз. Бірлігіміз бекем, тірлігіміз тиянақты болсын. Атыңнан айналайын егемен ел, тәуелсіз күнің туды кенеле бер. Мерекең құтты болсын Қазақстан, ғасырлар тойы болшы келе берер деп, тәуелсіздік елімнің ерлік жолы атты интеллектуалды танымдық ойынына қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің ойынымыз 3 кезеңнен тұрады. Сайысқа 2 топ қатысады. Бүгінгі ойынымыз кезеңдермен таныстыра кететін болсақ, 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар бірінші кезең, шөл қандырар екінші кезең және үшінші кезең нар тәуекел деп аталады. Ойынның шарттары әр ойынның барысында түсіндірілетін болады. Енді баға берер топтарға қара қылды қылышпен қақ жаруға, әділ қазы алқасын біз сайлайық, жүлдегерлерді таңдап бүгін алуға деп қазылар алқасымен таныстыра кетейік. Бүгінгі біздің ойынымызға қазылық ететін қазылар алқасы Макинск қаласының Балуан-Шолақ атындағы мектеп-лицейінің директорының тәрбиесі жөніндегі орынбасары Оспанова Гүлжамиля Ертаевна. Макинск қаласының Балуан-Шолақ атындағы мектеп-лицейінің математика пәнінің мұғалімі, педагог зерттеуші Қасихан Еңілік апай. Макинск қаласының Балуан-Шолақ атындағы мектеп-лицейінің тарих пәнінің мұғалімі Тілей Мәдениет. Біреудің жүрегінің түгі бар, біреудің арқалап жүрген қоғамдағы жүгі бар. Бәрінен де басты барлығының ұшқыр әрі тереңделген ойы бар. Енді сайыскерлерімізбен танысып өтейік. Сайысқа қатысушы топтар өздерінің топ басшыларын, ұранын, эмблемасын таныстырып өтеді. Топтың аты Бесупай, топтың эмблемасы Бесупай, топтың ұраны Бесупай және топтың киімінің біркелкілігі 5 ұпаймен бағаланады болады. Ғылымның сырын ұғына, шығындар білімнің шыңына, ұқыптылық пен зеректік жеткізер сіздердей өренді жеңістің мынау шыңына дей келе, сайыскерлерімізге сәттілік тілей отырып, сайысымызды бастайық. Бірінші кезең таныстыру. Топтың ұраны ұлы дала түп тамырым, мәңгілік ел мақсатым, дәстүрім асыл қазығым, болашаққа бағыттым. Ұлы дала мұрагерлері тобына рахмет. Енді келесі бізде бабалар рухы тобы. Бабалар рухы, топтың ұраны
аттанып алға қадам басамыз, азаттығымызды қорғауға серт береміз. Енді бірінші кезеңді бастайық. Жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар. Яғни бұл жерде топбашылар ортаға шығады. Барлығы 10 сұрақ беріледі. Топбашылар ортаға шақырамыз. Жылдам жауап берілу керек, және әр дұрыс жауап 10 ұпаймен бағаланатын болады. Және тапсырма QR арқылы орындалады. Мінеки, жаңа берілген жауаптарыңыз бойынша қазылар алқасы белгілеп алыңыздар. Рахмет топ басшыларына. Келесі кезең шөл қандырар деп аталады. Яғни ойынның шарты экранда тор көздер берілген, әр тор көзде ұпайлар көрсетілген, және ұпай таңдай отырып тор көздер жасырылған тапсырмаларды орындайды. Әр дұрыс жауап сол ұпайға байланысты болады. Түсінікті ғой, иә? Жақсы, енді сәт кетем. Жақсы, бізде екінші кезеңді ұлы дала мұрагерлер жаңа бізден бастадық қой, енді бізде бабалар рухы таңдаймыз. Яғни тұлғаны таны, логика әлемі және суреттер сөйлейді. Қайсы? Тұлғаны таны 40 ұпай. Толық ойланып, сендерге ойлануға 30 секунд уақыт беріледі, және толық жауап береміз. Болды, иә? Жақсы, жауабым керек. Дина Кенжеқызының Нұрпейісова, қазақтың әйгілі күйші, композиторы, халық әртісі. Рахмет, қошемет деп отырайық көрермендер. Келесі кезек бізде ұлы дала мұрагерлері. Қай ашықты таңдаймыз? Тұлғаны таны 50. Асықпаймыз. 30 секунд уақыттарыңыз бар. Толық жауап беруге тырысамыз, өйткені ұпай соған қарай қойылады. Бұл суретте Қаныш Сәтбаев бейнеленген, ол қазақтың атақты академигі, геологы және Жезқазған жерінде кен орнын ашқан Қазақстандағы ғылым академиясының президенті болған. Рахмет. Қаныш Имантайұлы Сәтбаев, қазақстандық профессор, геолог және Қазақ КСР ғылым академиясының бас қорғаушысы және тұңғыш президенті. Рахмет, қошемет етіп. Тұлғаны таны 30. Топпен ақылдасамыз 30
30 секунд уақыттарыңыз бар. Толық жауап беруге тырысамыз, иә? Бұл суретте бейнеленген тұлға Ыбырай Алтынсарин, мектеп ашқан тұлға, кел болар оқулық өлеңінің авторы. Тамаша. Ыбырай Алтынсарин қазақтың көрнекті ақыны, жазушы, тұңғыш ағартушы ұстаз, Қостанай облысында туған. Қошемет көрсетіп қойып. Келесі ұлы дала мұрагерлері. Суреттер сөйлейді 50. Суреттер сөйлейді 50. Топпен ақылдасып отырып, толық жауап беруге тырысамыз. Жауап берейік па? Бұл суретте алтын адам бейнеленген. Ол Алматы облысы Мысық орманынан 1969 жылы табылған шақ тайпаларының әйгілі мұрасы болып табылады. Жақсы, рахмет. Алтын адам Алматы облысынан табылған археологиялық жәдігер. Сонымен қатар Қазақстанның ұлттық қазынасының символы дейді. Қошемет көрсетулерге әрбір. Рахмет. Келесі бізде бабалар рухы. Логика әлемі 50. Логика әлемі 50. Қайсысы дұрыс жауап екенін таңдаймыз? Бұл суреттегі дұрыс жауап бұл. Бұл дейді. Дұрыс. Рахмет. Қошемет көрсетеміз. Келесі. Ұлы дала мұрагерлері. Суреттер сөйлейді. Суреттер сөйлейді 40. Бұл суретте петроглифтер бейнеленген. Бұл қазақ тарихындағы көне мұра болып табылады. Жақсы. Жауапты көрейік. Ежелгі суретшілер алғашқы туындыларын үңгір қабырғаларына немесе жартастарда қашап бояумен салған дейді. Ұпайларын қойып отырасыздар. Қазылар алқасы. Жақсы, келесі кезек бізде бабалар рухы. Келесіде логика әлемі 40. Логика әлемі 40. Қазақ хандығының құрылған уақытына Қазақстан Республикасының тәуелсіздік алған уақытын қосыңыз. Шыққан санды ойынға қатысып отырған топтың санына бөліп, тарихтағы бұланты шайқасының уақытын табыңыз. Жауап дайын, иә? Жауабы 1728. 1728 дейді. Қазір толық жауабын көрейік, дұрыс жауабын. 1728. Қошемет көрсетіп қояйық. Кезек ұлы дала мұрагерлерінде. Суреттер сөйлейді 30. Суреттер сөйлейді 30. Толық жауап беруге тырысамыз. 30 секунд уақыттарыңыз бар, ойланамыз. Бұл суретте біздің Қазақстанның ұшқышы, ғарышкері Тоқтар Әубәкіров бейнеленген. Ол КСРО кезінде ғарышқа ұшқан қазақ ғарышкерлерінің бірі. Рахмет. Тоқтар Әубәкіров Қазақтан шыққан тұңғыш ғарышкер, ұшқыш, Кеңес одағының батыры, Қазақстанның халық қаһарманы. Бабалар рухы. Кезек сіздерде таңдау. Логика әлемі 30. Логика әлемі 30. Бір қатарда 6 стакан бар. Алғашқы үшеуі сүтпен толтырылады, ал келесі үшеуі бос.
тек бір стаканды жылжыту арқылы толық және бос көзілдірікті кезектесіп орналастыратындай 6 стаканды қайта реттей аласыз ба? Жауап бар ма? Айтамыз. Жауабы? Екінші стақандағы сусынды беске қояды. 2 мен 5-тің орнына қосып. Жақсы. Екінші стакандағы сүтті 5-ші стаканға құйыңыз дейді. Қошемет көрсетіп қояйық. Кезек ұлы дала мұрагерлері сіздерде. Логика әлемі 20. Электр пойызы солтүстікке 100 км сағатына миллиметр жылдамдықпен қозғалса, ал жел батысқа 10 мм соқса, пойыздан шыққан түтін қай жаққа кетеді? Жауап бар ма? Электр пойызынан түтін шықпайды. Жауап. Электр пойыздары түтін шығармайды. Келесі бізде бабалар рухы. Суреттер сөйлейді. 20. Толық жауап беруге тырысамыз, балалар. Жауап бар ма? Ал? Бұл суретте Экспо 2017 көрмесі бейнеленген, яғни ол Қазақстандағы өткен халықаралық көрме. Бұл көрмеде болашақ энергиясы туралы айтылады. Тамаша, қазір жауапты тыңдайық, салыстырайық. Астана 10 маусым, 10 қыркүйек аралығында өткен еліміздегі болған елеулі оқиғалардың бірі Экспо 2017. Тамаша. Қошемет көрсетіп қояйық. Сонымен бізде бір ғана жауап қалды. Суреттер сөйлейді. 20. Енді таңдау жоқ. Тұлғаны таны 20 қалып тұр, бізде. Бұл суретте Абай Құнанбаевтың бейнеленген, ол қазақтың ақыны, жазушысы, аудармашысы болған, 1845 жылы дүниеге келген. 35 қара сөзі бар және өлеңдер, әндер шығарған адам. Жақсы. Абай Құнанбаев қазақтың ұлы дара ақыны және туған жылымен барлығын ұлы дала мұрагерлері толықтырып кетті деп ойлаймын. Сондықтан қазылар алқасы өз ұпайларыңызды қоя бересіздер. Жақсы, ендеше біз екінші кезеңімізді аяқтадық. Келесі үшінші кезеңге көшеміз. Үшінші кезең нар тәуекел деп аталады. Яғни бұл кезеңнің шарттарын таныстыра кететін болсам, әр топқа тапсырмалар беріледі. Әр тапсырма 50 ұпаймен бағаланады. Бір топ екінші топтан нар тәуекел сұрайды. Екінші топқа нар тәуекел беріліп, олар дұрыс жауап бере алмаса, ол ұпай бірінші топқа беріледі. Түсінікті ғой, Егер нар тәуекел берілмей, олар қате жауап берсе, олардың ұпайы шегеріледі. Шартты түсінікті ма?
Жақсы, ендеше сәттілік деймін. Ойынымызды бастайық. Үшінші кезеңде бізде ұпай жаңа ұпай аз болды, сол ұпайы аз екеуінде бірдей болып келе жатыр ма? Ендеше бізде басында ұлы дала мұрагерлері бастады ғой, бабалар рухына білейік. Жақсы, ұлы дала мұрагерлері. Бірінші тапсырма. Керекудің жер жұмағы болған талай сал сері, өнер адам мен ойшыл ғалымдары дүниеге әкелген киелі өлке. Павлодар облысына қарасты бұл ұлттық парк аумағы 3 орманшылығына бөлінген. Баянауыл орманшылығы 19.188 гектар, Жасыбай орманшылығы 22.904 гектар, Далба орманшылығы 8.596 гектар, кеңейтілген парк аумағы 17.764,18 гектар. Бұл өңірде Жасыбай, Сабынды көл, Тор айғыр көлдеріне шомылып демалуға болады. Ал Найзатас, Жұмбақтас, Көгершін, Атбасты сияқты жартастар аймаққа тылсым күш пен өзіндік атмосфера сыйлап тұратындай. Бұл ұлттық парк қалай аталады? Өздеріңіз жауап бересіздер, нартәуекел сұрайсыздар ма? Бермейсіздер, өздеріңіз жауап бересіздер. Жақсы. Жауаптарыңыз? Жауабы Баянауыл дейді, парк. Баянауыл ұлттық парк. Рахмет, қошемет көрсетіп отырайық. Ал бізде бабалар рухы сіздерге кезек келді. Он 12 ғасырдағы сәулет өнерінің көрнекті ескерткіші Жамбыл облысы Жамбыл ауданында Тараз қаласынан 18 шақырым жерде орналасқан, қазір Қазақстан Республикасының тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау туралы заңнамасы негізінде қорғалған архитектуралық ескерткіш. Сырты керамикалық плиталармен қаланып, ойып жасалған өрнектің сән-салтанаты сан түрлілігі жағынан Қазақстандағы басқа мемориалдық дәстүрлік ескерткіштер ішінде оған тең келетіні жоқ. Ескерткішті қалаған кірпіштердің әр түрлілігінің өзі таң қалдырады. Оның алғашқы қалпы біздің уақытымызға дейінгі кесененің батыс қабырғасында сақталған. Бұл қандай кесене? Ойлануға уақыттарыңыз бар, 30 секунд. Бұл суретте бейнеленген кесене Айша биби кесенесі. Бұл суретте бейнеленген кесене Айша биби. Сіздер өздеріңіз жауап берейін деп жатсыздар, иә? Нартәуекел сұрайсыздар ма? Өздеріңіз жауап бересіздер. Жақсы. Айша биби кесенесі дұрыс жауап, өте жақсы. Сонымен келесі бізде ұлы дала мұрагерлері. Сіздерге тапсырма. Ескерткіштің жалпы биіктігі 180 метрді құрайды, ал оның орта тұсындағы көне тарихи жазбалары бар тақтаның ұзындығы 28 метр. Мәдени ескерткіштің негізгі бөлігі ең биігінде орналасқан. Басыңды көкке бұрып, монументтің жоғарғы тұсына көз жіберсең, сирек кездесетін барыс жануарының үстінде тұрған, ұзындығы 6 метрді құрайтын алтын адамды көресің. Бұл мүсін елдегі мемлекеттік биліктің алып күшін, айқын болашағын бейнелейді. Бұл қандай ескерткіш? Нартәуекел сұрап отыр. Өздеріңіз жауап бересіздер. Жақсы. Яғни, білесіздер шартын, иә? Өздеріңіздің жауаптарыңыз дұрыс болмай қалса, Нартәуекел сұрады берген жоқсыздар, ұпайларыңыз мына жаққа кетіп қалатын білесіздер. Сондықтан өздеріңіз жауап бересіздер. Жақсы. Алматы қаласындағы тәуелсіздік монументі дейді. Тәуелсіздік монументі Алматы қаласы. Дұрыс жауап, қошемет көрсетіп қойайық. Келесіде бабалар рухы. Бес
биші, балетмейстер, педагог, қоғам қайраткері, қазақтың алғашқы кәсіби бишілерінің бірі, ұлттық би өнерінің негізін қалаушылардың қатарындағы тұлға. Ол қазақ биінің сахналық мектебін жасап, ұлттық қимыл қозғалыстарды жинақтап, жүйелеп, кеңес дәуірінде қазақ өнерін әлемге танытты. Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген өнер қайраткері мен мәдени және өнер саласындағы еңбегі үшін бірнеше орден, медальдармен марапатталған тұлға. Ақпарат кім жайлы болып отыр? Жауап бар ма? Нартәуекел сұраймыз ба? Жауап жоқ. Жауап жоқ. Сұрамады Нартәуекел. Ендеше жауабын біліп алайық. Бұл биші Шара Жиенқұлова екен. Келесі бізде ұлы дала мұрагерлері, иә? Сіздерге тапсырма? Иә. Монументі 2001 жылы 9 мамырда Астана қаласының қазіргі Тәуелсіздік даңғылы мен Қажымұқан Мұңайтпасов көшесінің қиылысындағы алаңда тұрғызылды. Мемориалдық кешеннің монументалды композициясы Қазақстанда тұратын барлық ұлттардың бірлігін білдіретін масақ бау түріндегі қола стелламен бірлікке келісімге шақыратын бейнесінен тұрады. Бұл мемориалдық кешеннің биіктігі 37,5 метр. Аталмыш кешен қалай аталады? Аталмыш кешен қалай аталады? Нартәуекел сұраймыз ба? Жауап бар ма, ұлы дала мұрагерлері? Жауап жоқ. Ендеше біліп жүретін болайық. Жауабы Отан ана мемориалдық кешені. Тапсырма бізге бабалар рухы, сіздерге, иә? 8 ғасырда Ресей империясының отарлау саясатына қарсы кіші жүз қазақтарының көтерілісін басқарған атақты батыр және шешен. Ол алшын тайпасының байбақты руынан шыққан. Әділдігімен ел арасында бала биі атанған. Қазақ тарихында тапқырлығымен ерлігімен із қалдырған тұлға. Тарихи тұлғаны атаймыз. Так. Мына жерде 18 ғасырда. Жоқ. Сырым Датлы дейді. Кіші жүз көтерілісінің басшысы Сырым Датлы. Қошемет көрсетіп қояйық. Дұрыс жауап. Келесі бізде ұлы дала мұрагерлері, сіздерге тапсырма. Қаланың тарихы 18 ғасырдан бастау алады. 1818 жылы Қоқан хандығы Сырдариясының жағасына қорған тұрғызып, ішіне ақ кірпіштен мешіт салған. Осыған байланысты қала ақ мешіт деп аталды. Бұл бекініс сол кезеңде өңірдегі әскери стратегиялық маңызы зор нысанға айналды. 1853 жылы орыс әскерлері Ақмешіт қамалын басып алып, қаланың атын Перовск деп өзгертті. Кейін ол Сырдария уезінің орталығына айналды. Кеңес дәуірінің алғашқы жылдарында 1922-1925 жылдары қала атауы қайтадан Ақмешіт болып қалпына келтірілді. 1925 жылы Қазақстан астанасы Орынбордан осында көшіріліп, Ақмешіт елдің жаңа орталығына айналды. Қай қала жайлы айтып тұр? Нартәуекел. Сұрап отыр бізде бабалар рухы.
Бермейсіңдер, иә? Өздерің жауап бересіңдер. Жақсы. Так, бір ғана жауап. Я тараз деді. Қазылар алқасы. Тараз деп айтып қойдық дейді. Ендеше нар тәуекел сұрады. Қызылорда дейді. Дұрыс жауапты тыңдаймыз. Апай, олар болмайды ғой, біз өзіміз жауап бердік қой, нар тәуекел берген жоқпыз ғой. Олар бермеді ғой. Бермеді? Нар тәуекел бермеді. Енді бәрібір алынып қалады. Жаңа сен жауап беріп қойдыңдар. Қате жауап беріп отырсыңдар. Қате жауап берді. Жақсы, дұрыс жауап Қызылорда қаласы. Жақсы. Яғни, олар қате жауап берілгені үшін ойынның тәртібі бойынша шегеріледі, ұпайы бабалар рухына қосылады. Келесі, бізде бабалар рухы сіздерге сұрақ, 8-ші тапсырма. Ғажайып орындар Қазақстанның қай аймағында орналасқан? Алдарыңызда суреттер көрсетіліп тұр. Жауап өздеріңіз бересіздер ма? Жақсы. Бұл ғажайып орындар Қазақстанның шығыс аймағында орналасқан. Шығыс Қазақстанда дейді. Дұрыс жауапты қарайық. Шығыс Қазақстан аймағында орналасқан екен. Қошемет көрсетіп қояйық. Неке, біз ойынымыз өз мәресіне жетті. Енді қазылар алқасы өз шешімін шығарғанша біз Серікова Аружанның орындауында туған жерім әнін тыңдайық. Қабыл алыңыздар. Туған жер айналдым сенен, бауларым, тауларым менің, бабаларым аңсаған мекен, туған жерім айналдым сенің қасиетіңе. Туған жерім
деді өнерпаз тілейікші, оқушылар алғыр деп жүрейікші, қазылар алқасы сіздерге әділдікпен шығарса егер жеңімпазды білейікші дей отыра, бүгінгі тартысты өткен сайысымыздың жеңімпазын анықтау үшін қазылар алқасына сөз кезегін берейік. Енді қайырлы күн, құрметті әріптестер және оқушылар. Тәуелсіздік мерекесінің қарсаңында тәуелсіздік елімнің ерлік жолы атты интеллектуалдық танымдық ойыны өтті. Бұл жаңағы эрудит ойынның ережесі бойынша өтті. Ең әуелі бұл негізгі 3 кезеңнен және қосымша таныстыру бар кезеңнен және 2 топты құрап жүргізілді. Енді ең бірінші сендерде болды таныстыру. Бұл кезде бабалар рухы және ұлы дала мұрагерлеріне де біз 20-20 ұпайдан бердік. Енді бұлардың әрқайсыларында да сол талапқа сәйкес әрқайсында біркелкі киіммен, ұрандарымен, эмблемалармен, топтың атауымен, атауы да топтың барлығы жаңағы сайыстың атауына сәйкесті. Екінші жүзден жүйрік мыңнан тұлпар. Бұл жерде жаңағы QR код арқылы жасанды интеллектте цифрлық платформада сұрақтарға жауап беру болды. Ол кезде енді 10 сұрақтың 8-іне де 2 топ басшылары 8 сұраққа жауап берді. Келесі шөл қандырар сайысында бұл жерде де жаңағы яшықтардағы ұпайлар санымен сайыса отырып, сұрақтарға жауап бере отырып, 2 топта да 210-210-нан бірдей түсті. Ал енді келесі Нартәуекелге келгенде, енді жалпы бізде болды 8 сұрақ қойдым. Осы 8 сұрақтың екеуіне жауап бере алмадыңдар. Сонан бұл жерде Нартәуекел сұралды. Сонда жалпы бойынша, есеп бойынша бабалар рухында 200 ұпай болды да, ұлы дала мұрагерлерінде 100 ұпай болды. Бірақ мына жерде енді тапсырмалар жаңағы эрудит сайысының атауына сәйкес жаңағы біздің ұлттық құндылықтарымыз, тәуелсіздікке сай келетін тарихи мұрагерлер қамтылған сондай ауқымды, қызықтыратын сұрақтармен қамтылған. Осы жерде айта кететініміз, енді қорытынды жасамай тұрып, 2 топта да бұл оқушылардың жаңағы өз отанының тарихын, ұлттық құндылықтарын білетін білімдерін көрсете білді. Жарайсыңдар. Енді бұл ойын болғандықтан, бұл сайыс болғандықтан жеңіліс те бар, жеңу де бар. Бірақ жеңіліп қалған екеміз деп ол сендердің білімдеріңнің аздығы немесе білімдерінің жоқтықтарының белгісі емес. Бұл енді ұпай болғандықтан. Енді біреу алға кетеді да, біреу қалып қояды деген сияқты. Сондықтан да білімдерің бар, осылай ары қарай енді жалғаса беріңдер деген ойдамын. Енді біздің жалпы қорытындымыз бойынша 16 Балуан-Шолақ атындағы мектеп-лицейі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 16 желтоқсан Қазақстан Республикасы тәуелсіздік күніне орай ұйымдастырылған мектеп көшбасшылары арасында тәуелсіздік елімнің ерлік жолы атты интеллектуалды танымдық ойынында бірінші орын алған үшін бабалар рухы тобы марапатталады. Осындай марапатпен екінші орын алғаны үшін ұлы дала мұрагерлері марапатталады. Ал енді міне болашақтарың жарқын болсын, тәуелсіздігіміздің тірегі биік болсын. Болашаққа ұмтылған жолымыз бар. Жарқын өмір тұтқасы қолымызда. Осымен аяқтайық біз сайыста. Көріскенше аман сау болыңыздар деп осымен бүгінгі тәуелсіздік елімнің ерлік жолы атты зияткерлік сайысымызда аяқтаймыз.
алтын уақыттарыңызды бөліп ойынымызды тамашалауға келгендеріңізге үлкен рахмет айтамыз. Аман сау болыңыздар.